Сәлеметсіз бе, сіздермен бірге даналық сөздер арнасы. Каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірде жас бала данышпанға келіп, сіз сондай ақылдысыз, ешқашан ашуланбайсыз, үнемі көңілді жүресіз. Мұның сыры неде деп сұрады. Сонда данышпан балаға қап пен картоп әкелуін сұрады. Егер де сен біреуге ашуланып өкпелей бастасан, картоптың бірін алда бір жағына өз есіміңді, келесі жағына сені ренжіткен адамның атын жаз деді. Сонда жас бала, осы ақ па деп сұрады. Жоқ, ол үшін қапты үнемі өзіңмен бірге алып жүруің керек. Және сені біреу ренжіткен сайын, қапты картопқа толтырып отырасың. Арада біраз уақыт өтті. Қаптың іші картопқа тола бастады. Қап ауырлаған сайын оны көтеру оңайға соққан жоқ. Оның үстіне картоптар гүлдеп, біразы шіріп, жағымсыз иістер шыға бастады. Сонда бала данышпанға келіп, бұл қапты ары қарай тасып жүру мүмкін емес. Оның орнына басқа жолын көрсетіңізші деді. Сонда данышпан, білесің бе, адамның жаны да дәл солай. Біреуге ренжіп, осылай кірлейді. Уақыт өте келе, бұл жүк адамды құрдымға кетіреді. Сондықтан біреуге қапаланбас бұрын, саған жаныңды кірлететін ауыр жүк керек пе? Соны ойлан, деді данышпан.